Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бір фазалық счетчикті қалай жалғау керекін көрсететін боламын. Ең әуелі счетчикті жалғамастан бұрын айта кететін болсам, счетчикті таңдаған кезде біздер ең әуелі, яғни характеристикасын қараймыз. Бір фазалық счетчик болғаннан кейін қараймыз. 230 вольт электр кебіне есептелген 5-те 60 ампер электр тоғын бойынан, яғни ток күшін өткізе алады екен бұл электр счетчигіміз. Яғни 50 герцке жиілікке арналған деген сөз. Кейбір счетчиктерде 5 ампер деп те жазылып тұрады. Соған мұқият боламыз счетчикті таңдаған кезде. Яғни ол 5 амперден артық өзінің бойынан электр тоғын ести алады деген сөз, өткізе алмайды деген сөз. Яғни бұл клеммалары балқып кетеді, яғни балқып кетеді. Сондықтан да осы ток күшіне, яғни амперажға қараймыз. Мен счетчигім 560 амперге дейін электр тоғын бойынан өткізе алады екен. Одан кейін электр счетчикті қоспастан бұрын бізде әр өңірде техусловие болады, техусловие. Сол техусловие қараймыз. Бізде счетчиктің алдына дейін кейбір өңірлерде, мысалы айтады, біздің өңір жақта өңірде счетчиктің алдында автомат қойылады, яғни счетчиктің алдына қойылады деген, яғни мысалы жер үй алатын болса, жер үйден, мысалы соқадан келетін электр кабеліміз бірінші ең әуелі бізде автоматқа немесе рубильникке қосылады. Одан кейін барып, рубильниктен шығып барып, тек қана бір фазалық счетчикке қосылады. Ал мысалы кейбір өңірлерде автомат қойылмайды, бірден соқадан мына электр счетчигіне фаза 0 жалғанады. Одан кейін барып автомат қойылады. Рубильник, мысалы айтқан болса, негізгі автомат, яғни водный автомат. Мен қазір көрсетем, қалай бір фазалық счетчик жалғау керек екен. Мен алдында мына менде автомат болады, негізгі автомат. Техусловиеде жазылып тұрады, мысалы 35, яғни 32-25 ампер ток күші, яғни автомат қою керек деп тұр. Мысалы менде қазір 25 ампер автомат 2 полюсті қоятын боламын. Бұл автомат счетчиктің алдына дейін қойылатын болғандықтан, бұл яғни қораптың сыртында тұрады, себебі өзінің бөлек қорабы болады. Өзінің бөлек қорабы болады. Сол қорап пломбаланатын болады, пломбалайды. Және біздің счетчикте пломбаланатын болады. Ал егерде автомат рубильник немесе автомат счетчиктің алдына қойылмайтын болса, онда тек қана счетчигіміз бізде пломбаланады. Енді бана айтқанда техусловиеде, мысалы біздің өңірде бірінші автомат, водный автомат қойылады. Бірінші соқадан автоматқа, электр сымына автоматқа қосылады, одан кейін бар счетчикке қосылады. Бұл автомат менде негізі сыртта тұрады, пломбаланады, бірақ та менде қазір ондай жағдай жоқ. Сондықтан мен неге қосып қоям. Одан кейін счетчикті таңдаған кезде де қараймыз, немесе банағыдай қораптың мысалы сыртына, электр щитінің сыртына жинаймыз да, немесе электр щитінің ішіне саламыз да. Сонда қарап аламыз ең бірінші, яғни счетчикті таңдаған кезде. Мысалы мен жағдайымда мынандай денерекке арналған электр счетчигі, яғни электр щитоктың ішіне салуға ыңғайлы деген сөз. Саламыз, былай үстіне саламыз да, басамыз. Шешетін болсақ, астынан бейт счетчикті басамыз да, аламыз. Енді счетчиктің әр түрліне байланысты, менде счетчик Меркурий, бұл российский счетчик. Сондықтан болса. Одан кейін нулевой шина болады. Нулевой шина салатын болам, бөлек. Нулевой шинада бізде бөлінеді, банағыдай амперажына байланысты, ток күші көтерілуіне байланысты 20 ампер, 40 ампер, 32 ампер деген сияқты, яғни бомда таңдаған кезде де нулевой шинада қарау керек. Яғни бізде бір фазалық болғаннан кейін ток нулевой шинамен де өтеді деген сөз. Бізде нулевой шинаны қоямын. Бізде негізгі электр тоғы, яғни ток күші, яғни электр счетчигімен өтетін болғандықтан, бізде яғни сымның қалыңдығына қараймыз, яғни сечение миллиметр квадрат дейді. Ауданына қараймыз. Менде бұл негізі ток күші өтетін болғандықтан, 6 квадрат, 10, 16, 25 квадратты электр сымын таңдаймыз. Бізде электр соқадан, сыртқы соқада алюминий сым жүргендіктен, бізде счетчикке келетін электр сымымыз, кабеліміз, яғни бізде алюмин болу керек. Себебі алюмин жалғанады, мыс сымды жалғатқызбайды. Мыспен алюмин сым жалғанбайды. Сондықтан да
алюмин сымды жалғаймыз. Менде 10 квадратты. 4 квадрат болады, кейбірінде 2 квадрат, 2,5 мм квадратты жалғап жатады. Ол өте аздау, сондықтан да артығымен 10 квадрат алсаңыздар, 16 квадрат алсаңыздар артық кетпейді. Мен көк сымды 0 деп аламын, және ақ сымды фаз деп аламын. Осыған басында ең әуелі соқаға жалғамастан бұрын, яғни фазы берместен бірінші электр счетчигін жалғап аламыз. Яғни электр киімінен бермей тұрып. Ең бірінші вводный автоматқа келіп тұрады. Бізде бірінші вводный автоматты жалғап аламыз. Соқадан келетін кабеліміз бірінші жалғап аламыз. Енді автоматтан кейін қазір мен ақ сымменде фазы, көк сымменде 0 болады. Фазаны автоматтан кейін жалғаймын. Ақ сымды. Фазысын алып, электр счетчигіне осылай өлшеп қосамыз. Негізі автоматтан кейін мыс сым салсақ жақсы болады. Мыс сым салсақ жұмсақ әрі икемді болып келеді алюмин сымға қарағанда. Алюмин сым 10 квадратта кішкене қаттылау, мыс сымға қараған кезде. Счетчикке жалғамастан бұрын счетчикті қараймыз. Счетчикке бізде 2 см көлемінде, яғни счетчикке кіретін болады ұяшығына. Алып өлшеп аламыз. Былай жайлап пышақпен ашып аламыз, айналдырып, кеспей, одан кейін барып өзімізден қарай былай пышақпен қауіпсіз ережесін сақтап отырып, яғни сыртындағы изоляцияны ашитын боламыз. Шамамен бізде осындай кіретін болады. Ашыдық. Мына жерде мән беретін жағдай, счетчикті изоляциямен бірге клеймаға кетіп қалмау керек. Осыған мұқият барамыз. Клейма сыртына электр сымда сыртына изоляциямен бірге кіріп кетпеу қажет. Осылай қарап, астынан қараймыз. Одан кейін кабель тартқан кезде үстінен басып тартамыз. Үш жағынан бастап. Үстінен басып тартамыз да, одан кейін біздер тартып қараймыз. Яғни бекіді ме? Яғни жоғары бізде контакты шуып бізде есепті ұстап тұр. Екінші клемманың шуылын тартатын боламыз. Яғни бізде ұстап тұр. Басынан дұрыстап тартып аламыз. Себебі бұл қақпа жалғаннан кейін пломбалап тасталынды. Бізде фаза сымын қостық. Бірінші бізде счетчик жалған кезде
яғни 4 контакт болады. Бұл фаза және 0. Бізде фаза кіреді, яғни автоматтан фаза келді. Одан кейін фаза сымы бізде мына шығады. Яғни сол жағына фазаны жалғаймыз. Оң жағына емес, сол жағына. Екінші сымымызды да өлшеп аламыз. Өлшеп шамы осындай алатын боламын. Тартып қараймыз. Яғни бізде счетчикке тартылды. Одан кейін екінші клемманы қосамыз. Енді бұл сымды фаза кіреді, фаза сымын апарып автоматқа жалғайтын боламыз. Одан кейін біздің бана сырттан келетін кабельге қосылды. Вводной автоматымыз, яғни негізгі автоматымыз егер бір бөлмеде тұратын болса, онда счетчиктен шыққаннан кейін вводной автомат тағы қойып қажет емес. Онда тек әр бөлмеге кететін автоматтарды қойсақ болады. Ал егерде мына вводной автоматымыз бізде подъезде тұратын болса, басқа айтқан кезде сыртта тұратын болса, онда үйдің ішіне, бұл айтқан кезде электр щиттің ішіне вводной автомат қойған дұрыс болады. Яғни негізгі, яғни жалпы барлығын бірге өшіруге және қызмет көрсетуге кейін ыңғайлы болады. Мысалы, менде бір бөлмеде қазір деп есептеймін, вводной автоматымыз яғни бөлек қорапта тұр. Одан кейін менде счетчик және қалған автоматтар яғни электр щиттің ішінде тұратын болады. Сондықтан да мен негізгі вводной автоматым бұл 25 ампер қала береді. Қалғандары 6, 16, яғни 10 амперлік автоматтар қоятын боламын. Сондықтан мен фазаны счетчикке әкелдім. Одан кейін счетчиктен фазаны шығарып, яғни әр бөлме кететін автоматқа қосатын боламын. Шамы мынандай кесілетін болады. Одан кейін қалған автоматтарды салсам болады. Төрт автомат салдым. Менде мынау негізгі автомат 25 ампер, мыналар 16, 6, 6, 16 ампер екен. 2-16-ны розетке жіберем, 2-6-ны, яғни мен неге жіберем? Электр шамдарына жіберетін боламын әр бөлмеге. Десек осылай алсақ болады. Одан кейін фазаны қостық, енді 0 сымын қосатын боламыз. 0 сымда дәл осылай қарап аламыз. Бірінші бармақпен қарап, осылай есептеп аламыз, өлшеп. Олай есептеп алсам болады, 0-ге барады. Осылай есептеп аламыз шамамен. Бірінші вводный автоматты алайық. 0 сымын жалғадым автоматқа, енді счетчикке қосатын боламын.
соқадан келетін нөліміз қосылды. Енді нөлді нөлге шейін апарып қосатын боламын. Енді нөл сымын қосамыз, яғни счетчиктен шығатын нөл сымымызды қосамыз. Бұлай бірінші дайындап алдым, есептеп. Енді электр қорегін, яғни электр питание берместен бұрын бірінші мұқият тексеріп қарап аламыз, яғни қайталап дұрыс қостық па, фазаны нөлді, яғни шатастырып алмадық па деген секілді. Енді электр питание беретін боламын. Ол үшін бізге мынандай индикатордың отвертка керек болатын болады, яғни фазаны көрсететін. Ванну автоматты тексерем, питание келіп тұр ма, яғни питание келіп тұр дейміз. 0 келіп тұр, яғни менде фаза ақсымға ауысқан болатын. Тексереміз. Мінекей, фаза бердім автоматқа, одан 0. Одан қараймыз. Яғни счетчикке біріншісіне біз фаза жалғаған болатынбыз. Фаза келіп тұр, яғни фаза бар, напряжение бар деген сөз. Екінші 0. Одан кейін мұнан қараймыз, тағы да фаза бар деген сөз. Автоматта кәш жоқ, бака. Қоссақ мұны бар екен. Енді бұл жерде көрсетіп кетем. Мына сымды менде өткен сабақтағы қоңыр сымды фаз деп алам. Оны бір автоматқа жалғайтын болам. Так, одан кейін көк сымды 0-ге жалғайтын боламын. 0 бізде 0 шинада. Үшіншісі, бұл бізде тағы бір шина болады. Бұл заземнениеге болады. Заземнениеге жалғайтын боламыз. Напряжение тексерейік. Ол үшін бізде мультиметрді аламыз. Мультиметр аламыз. Яғни 750 вольтке қоямын. Айнымалы кернеуге қосатын болам. Қарайық. Яғни напряжениені былай тексерсе де болады, счетчиктен тексерсе болады. Напряжение бар. Одан кейін былай да тексерсе болады. Яғни 232 вольт айнымалы кернеуі бар екен. Енді менде бар. Жоқ, қосамын. Бар. 232 вольт. Ол бізде қайда қосылады? Ол бізде өткенде сабақтағы, яғни тарату қорапшасына келеді. Тарату қорапшасын қалай жинау керек екен, мен өткенгі сабақта көрсеткен болатын. Оны қарасаңыз болады, осы каналда бар. Видео ұнап жатырса, лайк басып, комментарий пікір қалдырып кетеміз. Сау болыңыздар.